Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Польша халқының десерті Карпатка тортын даярлаймыз. Карпатка тауларының құрметіне жасалған бұл торттың беті дәл таулар секілді ирелеңдеп піседі. Тортқа заварной крем және шие конфитюрін даярлаймыз. Алдымен заварной кремді даярлаймыз, себебі ол бізде суып тұруы тиіс. Крем үшін бізге 350 грамм сүт, 100 грамм қант, 30 грамм жүгері крахмалы, 2 дана бірінші категориялы үлкен жұмыртқа және 130 грамм сары май қажет. Алдымен ковшқа жүгері крахмалы, қант және 2 дана жұмыртқамызды қосып, оны жақсылап біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Қант пен крахмал жұмыртқада жақсылап араласып, ешқандай түйіршік қалмауы тиіс. Өте көп уақыт араластырудың қажет жоқ, шамамен осылай болуы қажет. Осы массамызға сүттің барлығын құйып, үздіксіз араластырып отырып, газға қоямыз. Венчикпен үздіксіз араластырып отырамыз, себебі түйіршіктер пайда болуы мүмкін. Крем қайнайды, қайнағаннан кейін де үздіксіз араластырып отырамыз. Крем суының барлығы тартылып, крем әбден қоюлануы тиіс. Кремімізді әбден қоюландыратын себебіміз заварной кремді әбден суытып, оны сармаймен араластырған уақытымызда екеуі бірікпей қалуы мүмкін. Сол үшін біркелкі массаға айналу үшін біз креміміздің суының барлығы тартылғанға дейін жақсылап араластырып отырып, газда ұстаймыз. Дайын болған кремімізді бір ыдысқа құйып, оның бетін пищевая пленкамен жауып, оны холодильникке бірнеше сағатқа салып қоямыз. Креміміз әбден суы тиіс, шамамен оның температурасы 20 градус болу қажет. Яғни комната температурасына дейін суытамыз. Заварной тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 50 грамм сүт, 50 грамм су, 45 грамм сары май, 70 грамм ұн, 120 грамм жұмыртқа, 1 шымшым тұз және 1 шымшым қант қажет. Ковшқа су, сүт, сары май, 1 шымшым тұз және 1 шымшым қантты қосып, оны газға қойып араластырамыз. Газға қойған уақытта сүт қайнамастан бұрын сары майымыз еріп кетуі тиіс. Сол үшін вентикпен араластырып отырып, сары майды алдын ала ерітіп аламыз. Сары май еріп, сүтіміз қайнаған уақытта еленген ұнның барлығын қосамыз. Силиконовая лопатканы қолдана отырып, барлығы біркелкі массаға айналғанға дейін үздіксіз тез араластыруымыз қажет. Құрамындағы су мен сүт негізінен өте тез тартылады. Осындай бізде қоймалжың қамыр пайда болуы тиіс. Ковштың асты қарыла бастаған уақытта, яғни астына барқытына рубашка пайда болған уақытта біз оны газдан аламыз. Қамырды аздап суытып қоямыз. Суғаннан соң оған жұмыртқаларымызды біртіндеп қоса бастаймыз. Бір жұмыртқаны қосамыз, содан соң оны біркелкі массаға айналғанға дейін лопаткамен араластырамыз. Бастапқы араластырған уақытта жұмыртқа мен тесто бірікпейді, бірақ жақсылап араластыра келе, оның барлығы біркелкі массаға айналады. Келесі кезекте екінші жұмыртқамызды қосамыз. Осылайша лопаткамен оны да біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осылайша жұмыртқаларымыздың барлығын тестомен араластырып аламыз. Бізде осындай қоймалжың тесто пайда болуы тиіс. Осы тестомызды екі бірдей бөлікке бөліп аламыз. Тестомыздың бірінші бөлігін диаметрі 18 сантиметрлі формаға орналастырамыз. Міндетті түрде пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті қолданамыз. Бұл тестоға фольга қолдануға болмайды, себебі тестомыз фольгаға жабысып қалады. Силиконовый лопатканы қолдана отырып, тестомызды формамыздың диаметріне сай етіп жағып шығамыз. Егер сіздерде бір ғана форма болған жағдайда, тестоның бірінші бөлігі пісіп болғанға дейін, екінші бөлігін комната температурасында қалдырсаңыз болады. Тестоның бетіне қалауыңыз бойынша миндальный лепестки сепсеңіз болады. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минут пісіреміз. Конфитюр даярлаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм қатырылған шие, сүйексіз болуы қажет, 8 грамм кукурузный крахмал және 50 грамм қант қажет. Крахмал мен қантты венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Шиені ертіп аламыз. Жаңа піскен шиені де қолдансаңыздар болады. Ең бастысы сүйегін алып тастаңыздар. Одан соң крахмал мен қантты қосып, оны лопаткамен араластырамыз. Конфитюрді газға қойып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін газда шамамен 30 минут көлемінде әбден қоюланғанға дейін ұстаймыз. Конфитюрді суытып қоямыз. Суығаннан кейін аздап тағы да қоюланады. Заварной кремімізді дайындауды жалғастырамыз. Сары май мен заварной крем жақсы араласу үшін оның екеуінің де температурасы бірдей болуы қажет. Сары май 20-21 градуста миксермен өте жақсы араластырылады. Сондықтан заварной кремнің де температурасы шамамен 20 градус болуы қажет. Алдымен осы үй температурасындағы сары майды өз көлемін ұлғайтып, түсін әппақ болғанға дейін жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен 5 минут көлемін алады және жоғары жылдамдықты қолданамыз.
Кремге міндетті түрде сапасы жоғары 82%-дан жоғары сары майды қолданамыз. Заварной кремімізді араластырып аламыз, содан соң ас қасықтап оны осы сары майымызға қосатын боламыз. Бір ас қасық кремнен осы сары майға қосамыз, содан соң оны біркелкі массаға айналғанға дейін миксермен араластырамыз. Осы кремді даярлау барысында қиындықтар туындауы мүмкін. Яғни заварной крем мен сары май жөнді араласпай креміміз шықпауы мүмкін. Осы қиындықтар туындамасы үшін біз ережелерді міндетті түрде сақтаймыз. Оның бірінші себебі заварной кремді қайнатқан уақытымызда оның құрамында көп мөлшерде су қалып қоюы мүмкін. Сол үшін газда жақсылап ұстап, заварной кремді жақсылап қайнатып қоюландырамыз. Екінші себебі сары майды араластырған уақытымызда оны өте жақсылап миксерлейміз. Ол әбден араласып, әппақ түске айналып, және оның көлемі ұлғаюы тиіс. Және де сары май мен заварной крем бір температурада болуы қажет. Осылайша қасықтап отырып қосып, барлық заварной креммен осы сары майымызды араластырып аламыз. Бізде осындай қою біркелкі крем пайда болуы тиіс. Корждарымыз аздап суығаннан кейін міндетті түрде оны формадан шешіп, оны сетканың үстінде суытамыз. Тортымызды құрайтын боламыз. Оған 18 см форманы қолданамыз. Оның ішіне міндетті түрде ацетатная пленканы төсейміз. Бірінші коржымызды форманың ішіне орналастырамыз. Бетіне шие конфитюрін орналастырамыз. Шие конфитюрінің жартысын қолданамыз. Шиеміз тортқа өзіндік ерекше қышқылдан береді. Келесі кезекте барлық кремімізді бір-ақ құйып, оның бетін тегістеп шығамыз. Егер сіздер бұл кремді ұнатпасаңыздар, кез келген кремнің басқа түрін қолдансаңыздар болады. Кремнің бетіне қалған конфитюрдің барлығын саламыз. Торттың бетіне екінші коржымызды орналастырамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, бірнеше сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Осымен біздің карпатка тортымыз дайын. Форманы шешіп, ацетатная пленканы алып, оның бетіне сахарная пудра сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер сізге эклер ұнайтын болса, бұл торт сізге міндетті түрде ұнайды. Себебі бұл торт тестосы заварной крем барлығы эклерге өте қатты ұқсас. Тек қана бұл торт бейнесінде. Крем әбден сіңгеннен кейін оны кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шығады, сондықтан міндетті түрде даярлап көріңіздер. Мен өз каналымда ерекше торттар мен десерттердің, тағамдардың, салаттардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.